Ибн Халдун былай дейді. Тарихшылардың тағы бір жалған хикаясы Харун Рашидтің Бармакилерді қуғынға салу себебін түсіндіруге қатысты болмақ. Бұл Харун Рашидтің қарындасы Аббаси ханша мен оның құлы Жақбар ибн Яхия ибн Халид жайындағы жалған хикая. Аталған жалған хикая бойынша халифа Харун Рашид сарайдың мүшелері ішкі мәжілістерінде бірге ішімдік ішу үшін, олардың бір-бірімен еркін байланыста болу үшін, қарым-қатынастары шариғатқа қайшы болмау үшін, бейбітшілік мақсатында оларға уақытша неке қиып беріптіміз. Алайда мақсаты оларды ерлі-зайыптылар жасау емес, түрлі мәжілістерде бірге болуын жеңілдету екен. Аббаси ханша болса Жақфарға деген сезімі оянып, екеуі оңаша қалуға түрлі айла жасапты. Ханшаның аяғы ауырлап, бұл оқиға Харун Рашидқа жетіп өте қатты ашуланып, осылайша Бармакилер әулетінің басына қара бұлт орнаптымыз. Бұл әсте мүмкін емес. Бар болғаны жала сөз ғана еді. Бұндай жалған ақпарат Аббаси ханшаның жеке басына, діндарлығына, тегі мен мәртебесіне мүлде сай келмейді. Өйткені ханша Абдулла ибн Аббастың 4-ші ұрпағы, ислам үмбетінің ең мәртебелі адамдарының бірі еді. Аббаси ханша Мұхаммад әл-Махдидің қызы еді. Ал Әбу Жақфар Абдулла әл-Мансурдың ұлы, оның атасы болса Мұхаммад Саджад, ол халифалар әулетінің атасы Әли ибн Абдулланың баласы еді. Құран тәпсіршісі Абдулла радиаллаху анху болса пайғамбар алейхиссалату уәссәләмнің көкесі Аббас радиаллаху анхудың ұлы еді. Ал Аббаси ханша болса өзі халифаның қызы, әрі халифа Харун Рашидтің қарындасы болған. Оның отбасылық өмірі Мұхаммед пайғамбар мен ардақты сахабалар жолына рухани байланған еді. Бұл кез ислам тарихында байлық пен күнә атаулыдан алыс кезеңге жақын саналады. Егер дәл сол кісіден адалдық пен тазалық табылмаса, жер бетінен адалдық табуы мүмкін ба? Ол өзі ханша бола тұра мәжүси құлмен байланысуы мүмкін ба еді? Харун Рашид өзінің ұлық мәртебеге ие отбасында мұндай қателікке жол бермес еді. Кез келген есі дұрыс адам бұл оқиғаны ынсаппен ойланып көрсе, Аббаси ханшаның сол дәуірдің билік басының қызы екенін ескерсе, мұндай жалған ақпаратты жоққа шығаратын еді. Харун Рашидтің Бармакилерді қуғындау себебі мүлде басқа. Олардың мемлекетті өз қарамағына алуға ұмтылып, билік үшін шектен шыққан әкімшіл әміршіл жүйе орнатуы мен мемлекеттік салықтарды Бармаки әулетінің өздері иелене бастауы еді. Бұл Бармаки әулеті тез күшейіп кетіп, тіпті Харун Рашид өзіне тиесілі қаражатты олардың рұқсатынсыз ала алмайтын жағдайға жетті. Бұл әулет билік істеріне, патшаға тиесілі иеліктерге билік жасап, тіпті халифа өз мүлкіне иелік жасай алмай қалды. Бармакилердің саяси ықпалы мен танымалдығы артып кетіп, мемлекеттік лауазымдар мен мансапты қызметке өз адамдарын орналастырып, өзге уәзір, қолбасшы, катиб, сақшы, әскери және ғылыми қызметкерлерді қызметінен босатты. Мәліметтерге сүйенсек, Харун Рашидтің сарайында 25 тек мәртебелі әскери және бұқаралық істерге қатысты қызметкерлердің барлығы дерлік Яхия ибн Халидтің ұрпақтары еді. Олар өзге элитамен бәскелесіп, қарсы келгендерді күшпен ығыстырып тастайтын. Бұл әулетке мұнай еркін қимыл жасау мүмкіндігі әкесі Яхияның Харун Рашидке жасаған қызметі арқылы қалыптасқан болатын. Харун Рашид олардың әкесіне үлкен сеніммен қарап, оны ата деп атайтын. Нәтижесінде оның балалары да барша құзырлы билікке ие болып, күн өткен сайын саяси салмағы артып, абыройы асқақтап, сарайдағы негізгі ықпалды күшке айналды. Сарайдағылардың баршасы оларға бойсұнды. Тіпті ең шеткі шекарадағы басшылар да оларға сыйлық жіберіп, олардың қазыналар мен қамбалары байлыққа толды. Осылайша олар халифадан да көбірек ізгі істер мен
қайырымдылық әрекеттер жасаушы ретінде танылды. Көп ұзамай ірі қалалар мен алыс қыстауларды да өз иеліктеріне өткізіп, ішкі ахуалды түгел өз қарамағына алып, өзге саяси элитаға қысым көрсетіп, барша жайлы жұмсақ орындарды өздері тартып ала бастады. Егер олардың мемлекет ішінде тамырларын терең жая бастауын дер кезінде тоқтатпаса, көп ұзамай өте үлкен қауіп туатын еді. Бірде Нафуз Заки лақабатын алған Яхия ибн Абдулла ибн Хасан ибн Әли ибн Әбу Талиб бірде халифа Мансурға қарсы шыққан үшін тұтқындалған еді. Табари бұл оқиға жайлы Харун Рашид Яхияны Бағдатқа алып келгеннен кейін оны Жафарға беріп, үй қамауында ұстауды тапсырады. Жафар болса Яхияны бір шама уақыт қамауда ұстап, кейін өзінің халифаға жақын екеніне сеніп, пайғамбар ұрпағының қанын құрметтеу мақсатында Яхияны азат етеді. Бұл жағдай халифаның құлағына жетеді деп мәлімдейді. Харун Рашид Жафарды шақырып алып, жағдайды сұрайды. Жафар болса мен оны азат еттім дейді. Жафар осындай әрекеттері арқылы өз әулетіне пәлекет таптырды. Харун Рашид олардың билігін жоқ етті. Олардың басына пәлекет жаңбырын жаудырып, жермен жексен етті. Олардың билік еткен кезеңдегі орнынсыз әрекеттері кейінгі ұрпаққа ғибрат болып қалды. Бұл оқиғаларды зерттеп, мемлекеттің әрекеттерін және істерін үйренген кісі бұл істің анық себептерін түсінер еді. Егер Ибн Абдураббихтың Әл-Ихти Фарид атты еңбегіндегі Исхақ ибн Әли жайлы, Асмағидің Рашид пен Фазл ибн Яхияға айтқандарына назар салсаң, бұл күрестің себебін түсінесің. Тағы бір дерек бойынша ішкі сарайда бармакилер әулетіне қарсы өшпенділік оятушы ақындар болған. Олар халифаны әдейі қайрап, Үндістан уәдесінде тұрса қане, бізді бұлардан сақтаса қане. Бір рет болса да жалғыз өзі. Бір істі қылмас еді. Әлсіз болса адам әрқаша өзі. Біраз іс қылмас еді деген өлең жолдарын естігенде, Рашид іштей егіліп, жаратқан Алла атымен ант етейін. Мен шын мәнінде сондай әлсіз адаммын депті. Осыған ұқсаған тәсілдері арқылы, Харун Рашидтің бармакилерге қарсы ішкі қызғанышын оятып, оның күдігі мен қорқынышын күшейтіп, олардан бұрын кек алуға итермеледі деп те айтылады.